Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, тағы да бүгін бізде кезекті сабағымыз Zoom-мен өтетін. Тағы да мен Айша, Гүлдәурен, деген Саулдинова студенттерін көріп отырмын. Алдында естеріңізде болса, сабағымызға 3 қана студент қатысқан. Сіздер сабаққа ылғи солай қатысасыздар ма? Zoom-да көп қатыспайды, көбісі кірмейді. Сіздер топта 12 студентсіздер. Айша. Айша, Аяна. Айша, дауысың естілмейді. Ал апай. Сендер Zoom-ға сабаққа кіретін кезде осылай кіресіңдер ма? Тек қана 3-4 оқушы студент қана? Әр кезде әрқалай апай. Әр кезде әрқалай. Бүгін бізде Айша отыр, Аяна отыр, 3 қана студент отыр тағы да. Кірген студенттер кіріп жатар, біз сабағымызды бастай берейік. 5 минут өтіп кетті. Демонстрация жасайын, экраным көрініп тұр ма, айтыңдар, студенттер? Көрініп тұр ғой, Көрініп тұр. Бүгін біздің жаңа тақырыбымыз жарнама. Ең алдымен жаңа сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы сабағымызды пысықтап алайық жұмысын. Алдыңғы сабақта біз сіздермен ұйымдық құжаттар туралы өткен болатынбыз, яғни штаттық кесте, лауазымдық нұсқаулық, ұйымдық құжаттардың барлық түрлеріне жеке-жеке тоқталған болатынбыз. Енді жерде Айша, Аяна барлығымыз бір ауыздан ұйымдық құжат дегеніміз не, және ұйымдық құжаттарға қандай құжаттар кіреді, олардың стандарты, толтыру бланкісінің стандарты көлемі қандай, осы сұрақтарға жауап беріңдер. Ұйымдық құжат дегеніміз не, оны қалай түсінесіңдер? Тыңдап отырмын. Айша, Аяна жауап береміз. Өз сөздерінен қалай түсінеміз? Ұйымдық құжат дегеніміз не? Яғни кез келген мекеменің, өндіріс орнының құжаттары болады өзіне тән. Дұрыс қой? Аяна, Айша, дауыстары естілмейді. Жауап береміз. Ұйымдық құжаттар дегеніміз кез келген мекеменің әрекетін көрсететін
Құжаттар. Құжаттар. Яғни ол құжаттарға қандай құжаттар жатады? Тек қана бір ғана құжат емес қой, ұйымдық құжат дегеніміз, иә? Әртүрлі анықтамалар, әртүрлі актілер, бұйрықтар, лауазымдық кесте, штаттық кесте, лауазымдық нұсқаулық, осының барлығы да ұйымдық құжаттарды құрайды. Түсінікті ғой, иә? Ұйымдық құжаттар А4 немесе А5 стандартты бланкісінде толтырылады. Жұмысын пысықтап алдық. Енді бүгін бізде жаңа тақырып жарнама. Жарнама дегеніміз сіз бен бізге түсінікті құжаттардың бірі, яғни ол белгілі бір затпен құбылысты, іс-әрекетті, қызметті елге таныту үшін, сол сұранысты көбейту үшін жарияланған хабарламалардың барлық жиынтығы болып табылады. Жарнама деген сөз, жаңағы жар деген сөз жария деген мағынаны білдірсе, нама дегеніміз араб парсы сөзінен алынған, жазылған хат, шығарылған дастан деген мағынаны береді екен. Сонда екі тіркес қосылып жарнама деген ұғымды беру арқылы бұл біздің мәдениетімізде кең қолданылған ұғым болып табылады. Яғни кез келген адам жарнама дегеніміз не деген сұраққа жауап бере алады. Жарнама дегеніміз тілдік құралдар арқылы да, вербалды емес құралдар арқылы да ұлттық мәдениеттің белгілерін көрсету қажет. Ұлттық мәдениет деп отқанымыз бұл біздің тілімізді сақтау, тіліміздің дұрыстығына мән беру. Жарнама мәтінді ұлт тілі мен ұлттық мәдениетпен байланысты қалыптасатын жағдайда ғана өзінің негізгі мақсатты қызметін анықтай алады. Қарап отырсаңдар, қазіргі қазақ жарнамалары таралу жолдарында қамтитын тақырыбына түрлеріне қарай әр түрге бөлінеді. Сыртқы жарнамалар, бұлар жаңағы плакаттар, үлкен-үлкен көшедегі маңдайшалар, одан кейін теле және радио жарнама. Бұлар әртүрлі телерепортаждар, роликтер, хабарландырулар радио арқылы. Одан кейін үшінші парақша жарнама, буклет, шақыру билеттері, қысқаша баға көрсеткіштері болып табылады. Одан кейін төртіншісі газет жарнамасы. Бұл газет журналдарда жарнамаланатын жарнама түрлерін атаймыз. Яғни тек қана бір ғана жарнама ұғымының бірнеше түрлері бар. Жарнама тілі саласы қазақ тілінде жаңа сала деп қарастыруға әбден болады. Өйткені дәл қазіргі уақытта маркетингтің жарнаманың дәуірі деп айтсақ болады. Мысалы, кез келген жаңағы мәтіннен көрі, көшеде мәтін ілініп тұрғаннан көрі бізге суретке, әртүрлі анимациялық бағдарламаларға қараған ыңғайлы. Яғни адамның санасын осы суреттер арқылы, әртүрлі қозғалатын түрлі анимациялар арқылы біздің санамызды сол арқылы жаулап алады. Мәтінді оқып тұрғаннан көрі бізге жарнаманың стилі, жарнаманың түрі маңызды болып табылады. Сол арқылы біздің назарымыз ерекше түсіп, сол жерді барып көруге қызығуымыз мүмкін. Ең алдымен, мысалы, біздің елде талап етілу керек, жарнаманың көбі қазақ тілінде болу керек. Туралы оның дизайніне жаңағы мән беру керек деген сияқты. Одан кейін, мысалы, қазақ тілінің тілдік нормаларын сақтау, ұмыт құрылысына қиын болу жүйесіне қиянат жасаған жерлері баршылық. Қиыны міне осында. Яғни шынымен де өкінішті жағдай. Өйткені қазақ тілімізді, өз ана тілімізде қате жарнамалар кейде соншалықты да үлкен болып көрініп, ілініп тұрады. Мысалы, мына жерде қате жазылған строительный материалы құрылыс заттары. Оптом и в розницу дегеніміз көтерме және бөлшек деп қана берсе, түсініксіз, көтерме және бөлшек заттары демегенде тек қана көтерме және бөлшек деп. Яғни бұл мысалда сөйлем тиянақсыз аяқталмаған. Негізгі ой құрылыс заттарының көтерме және бөлшек бағамен сатылатындығында, яғни бұл сөйлем баға деген сөзді кезек етіп тұр. Шынымен, демек құрылыс заттары көтерме және бөлшек бағамен десе, сөйлем түсінікті әрі мағыналы болып келеді.
Мысалы мына жерде активный студент, активті студент, белсенді қала, белсенді студент, яғни активті студент дегеніміз ол дұрыс емес, яғни бұл жерде тура мағынасымен аудара салған. Активные слова, активті сөздер, активный город, активті қала деп тікелей аудара салған. Яғни бұлай да жарнамаға негіз ретінде, жарнаманың негізгі сөзі, тірек сөздер ретінде бұл сөздерді біз алуымызға болмайды. Мысалы, мына жерде дұрыс аударылған сөздерге мән берейік. Мысалы, офисный мир, кеңсе әлемі. Мысалы, сочетание качества и цены, сапа мен баға үйлесімділігі. Бұл жерде аударма дұрыс деп табылады. Яғни құлақтан кіріп бойалар дегенде қандай керемет аудармалар. Нағыз өмірге сән беретін құбылыс, осыған қарап күнделікті өмірде де жаңалық барын білеміз. Десек те қазақша жарнама тілін қалыптастырып, ұлттық бояуды сақтап отырсақ, іргесі берік ел болатынымыз айғақ. Шынымен де біздің қазақ тіліміз керемет бай тілдердің қатарында, сондықтан да барлық орыс тіркестерді, орысша тіркестерді, орысша мәтіндерді, орысша құжаттардың барлығын қазақ тілге негізінде аударуға болады. Оның аудармасы міндетті түрде табылады. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, шынымен де жақсы аудармалар, өте керемет, нақты, артық ештеңке сөз жоқ, тура аудармасы болып табылады. Мысалы, мына жерде қарап отырсаңыздар, кәріні жаңаға ауыстырамыз. Ол өте дұрыс емес аудару. Мына жерде кәріні жаңаға ауыстырамыз. Естіген құлаққа да түрпідей тиеді. Меняем старое на новое дегеннің тікелей аудармасын осылай аудара салған. Яғни бұл дұрыс емес болып табылады. Естеріңізде болса, қай жылдары екені есімде жоқ, бірақ бір бағдарлама шыққан болатын. Осындай тікелей жарнамалардың Алматыдағы қателерін табатын, қателесін барып түзетіп, жаңағы мекеме басшысына барып, ол түзетпейінше, яғни қарап тұрып, қадағалап тұратын бағдарлама болатын. Сол бағдарлама жаңағы қарайтын болсақ, өте жақсы бағдарлама болатын. Өйткені барлығын қадағалап қолға алатын біршама мекемелер қатесін түзеген сол бағдарлама бойынша. Мысалы, мына жерде масқара жеңілдіктер дейді. Бессовестный скид дейді, аударып қойған масқара жеңілдіктер дейді. Ұйықтасын дәммен мүмкін. Спать можно со вкусом дейді. Бұл жерде тікелей қайқа аудармасы болып көрініп тұр. Қарап отырсаңыздар, бұл үлкен кәдімгі дүкен болып табылады. Мына жерде де мынау плакат үлкен. Электроника дүкені, ауа баптағыштар, кондиционері. Бұл жерде де аудармамыз дұрыс емес. Әйелдер киімі, женская одежда, бауырсақ бала. Мына жерде әйелдер киімінде қате кеткен. Көрініп тұр ғой, қазақшан қалай қарағанды дейді. Мысалы, мына жерде ауа баптағыштар, кондиционерді не айтқысы келді, сонда мекеме басшылары қалай ойлайсыздар? Қалай ойлайсыздар? Құрметті студенттер, ауа баптағыштар деп не айтқысы келді? Мына жерде ауа бөлшектер, автозапчасти дейді. Екінші қабат, үлкен плакатта қате. Көрініп тұр ғой, бұл жерде қате сөздер. Ағылшын тілі оқытушысы қажет. Бұл жерде қате. Қалай дұрыс болады мына жерде? Ағылшын тілі оқытушысы қажет. Сіздердің нұсқаларыңызда
Қандай аударма түрі керек? Жауап береміз, тездетеміз, студенттер. Диара, Аяна, Айша. Құлағым сендерде. Сендер қалай аударар едіңдер мынаны? Требуется преподаватель английского языка деген сөзді. Қалай аударамыз? Немесе мына аудармамен келісесіздер ме сіздер? Ау, жауап береміз, тездетеміз. Жауап береміз. Айша, Диара, Аяна, сендер мені тыңдап отырсыңдар ма? Құрметті студенттер. Айша, Аяна, Диара. Студенттер, құрметті студенттер. апай. Жауап берейік. Мына жерде аударма дұрыс па? Ағылшын тілі оқытушысы қажет. Дұрысы, ағылшын тілінен сабақ беретін маман қажет десе дұрысырақ болады, е? Мына жерде жалаң болып тұр. Бірдеңке жетіспейтін сияқты, е? Сөзге. Иә, ағылшын тілінен. Мына жерде мысалы қате кеткен әртүрлі жиһаз түрлерінің сатылымдар дүкені, қаптама және мата жапсырма лағы. Өте дұрыс емес аударма. Әртүрлі жиһаз түрлерінің сатылымдар дүкені, қаптама және мата жапсырмасы, немесе магазин по продажам различной мебельной фурнитуры, ткани, накладки и профиль дейді. Мына жерде де тікелей аудармамен жазған. Дұрыс қалай болады? Иә, дауыстап оқы. Әртүрлі жиһаз түрлерінің сатылымдар дүкенінің қаптама және мата жапсырмалары болады. Жапсырмалары, иә, осылай дұрыс болады. Ал мына жерде қате кетті. Енді бізде ең алдымен бірінші тапсырмамыз, сұраққа жауап берейік. Жарнама дегеніміз не? Ол сұраққа жауап емес. Жарнаманың негізгі мақсаты қандай? Осыған жауап берші, Диара. Жарнаманың негізгі мақсаты қандай? Жарнаманың негізгі мақсаты? Иә. Жарнама жалпы не үшін жасалады? Жарнаманың негізгі мақсаты енді жарнаманы халық былай тауарлардың қызмет көрсетудің тұтынушылар қасиеті туралы ақпаратты беру үшін және сұранысты көбейту үшін жарнама жасайды. Яғни жарнама негізгі мақсаты сол тауар болсын, мекеме болсын, соны өтімді ету, иә, халыққа. Иә, сұранысын көбейтіп, соны хабарлап. Иә. Жарнаманың ерекшелігі неде? Мысалы, басқаларда жарнаманың ерекшелігі. Жарнаманың ерекшелігі қысқа әрі нақты,
болып табылады. Дұрыс па, келісесің бе? Жарнаманың ерекшелігі? Иә, жарнаманың ерекшелігі не? Қысқа әрі нақты сөздермен, сөздер кестелімен үлкен аудитория жинап алуына мүмкіндік бар. Иә, дұрыс қой? Иә. Екінші тапсырмамыз жарнамаға қойылатын талаптарды санамалап жазуымыз керек. Жарнама, экранда көрініп тұр жарнама. Енді негізгі қойылатын талабы қалай? Мысалы, былай, жарнама қатесіз болу керек. Дұрыс қой? Иә, екінші жарнама анық болу керек, иә? Иә, анық болу Анық болу керек. Көп мәтінді қажет етпеу керек. Сапалы болу керек. Қысқа да нұсқа болса да, былай халықтың сұранысына ие болып, солай бір не болу керек та? Иә, өтімді болу керек, иә? Өтімді болу керек. Тапсырмамыз берілген сөздерді қазақшаға аударамыз. Реклама, жарнама, прибыль. Прибыль деген Түскен ақша, иә? Иә, түскен ақша. Заработная плата. Айлық есеп. Счет. Енді бұл біздің уақытымыз аяқталды. Бұл тапсырмалардың барлығы да Moodle жүйесінде жүктелген. Кешке дейін орындап жібереміз. Түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Одан кейін тағы да осы үлгілерге қарап, жарнаманың үлгілеріне қарап, жарнама жасап, маған Moodle-ға жүктеңдер. Өздерің білесіңдер, нені жарнамалайсыңдар, барлығын жасап, Moodle жүйесіне жүктеңдер. Түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Қатысқандарыңа көп рахмет. Сау болыңдар. Келесі кездескенше. Сау болыңдар.